Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әдебиеттік оқу 3-ші сынып. Мен Айбекова Индира Ахметсапиевна, бастауыш сынып мұғалімі. Шырылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, өзара көз тастаймыз. Табыс тілеп көзбенен жаңа білім алуға алға қадам аттаймыз. Балалар, проблемалық ситуация. Көшеде келе жатып, әдемі сандықша тауып алдыңыз делік. Не істер едіңіздер? Әр бала өз ойын айтуға құқылы. Сендер не істер едіңдер, балалар, егер сендер осындай сандықша тауып алсаңдар? Балалар, мынау ненің сылдыры? Дұрыс айтасыңдар, бұлақтың. Ендеше бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Ыбырай Алтынсариннің таза бұлақ әңгімесі. Балалар, Ыбырай Алтынсарин туралы біз өткен болатынбыз. Ол кім? Жазушы, дұрыс айтасыңдар. Ұстаз, өте жарайды. Ақын, жарайсыңдар, балалар. Алғаш мектеп ашқан. Оқулық жазған. Жарайсың. Жұмыс. Таза бұлақ. Таза бұлақ, мөлдір бұлақ, ақыл сөз. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Айнала қалың ағаш, жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген, суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір, өте таза бұлақ екен. Бұлақтың қайнап жатқан кезіне жақын жерге қазандай бір қара тасты қойыпты да, тасқа: «Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бір жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма. Сөйтсең ақырындап сен де үлкейіп мұратыңа жетесің деп білемін» дейді. Сонда екінші жолаушы басын шайқап: «Жоқ, мен олай ойламаймын» дейді. «Бұл жазудың мағынасы сіздің ойыңыздан гөрі тереңірек соқса керек. Бұл бұлақ кімде-кім болса да даяр, ыстығына салқындатып рахаттандырады. Сусығанға шөлін қандырады. Оның үстіне ешкімнің ақы дәметпейді. Солай болса да, бұл біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе» деген ақыл болды. Жолаушының үшіншісі көркем, жас жігіт үндемей тұрады. Жолдастары: «Сен не ойлайсың?» деп сұрады. Жігіт айтты: «Менің ойыма бөтен бір нәрсе келді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп шалам түсіп, лай суы бір орында тұрып, лай қоқым болса, бұған адамнан гөрі айуан ынтық болар еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрған үшін бұған адам ынтық. Олай болса, бұл жазудың мағынасы мынау: көңіліңді, бойыңда осындай бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасаң, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Ендеше көңілің сол сияқты сыртқа ашық көрініп тұрсын деген ғой, деймін» депті.
яғни осы мәтінді балалар өзіміз де оқулықтан оқып, балалар үйге тапсырма, мәтінді оқып, түсінігін айту, су тіршілік көзі тақырыбына шығарма жазып келу.